Сәлем достар! Бүгін сіздерге медовик тортының рецептісін ұсынамын. Любимый рецепті кітапшасынан алынған. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. 4 жұмыртқа мен 60 грамм қантты 5 минут 4-ші жылдамдықта араластырып аламыз. Осы массаға 65 грамм сары май, 270 грамм ұн, 8 грамм ас содасын салып, 20 секунд 5-ші жылдамдықта араластырамыз. Екі 280 грамм бал саламыз. Бал қою болса, микротолқынды пешке сұйылтып алыңыз. 10 секунд 5-ші жылдамдықта араластырамыз. Масса дайын болды. Пергамент қағазына диаметрі 20 см шеңбер сызамыз. Әр шеңберге 2-3 ас қасық масса кетеді. Әр коржды 3-4 минуттан 220 градус температурада пісіріп аламыз. Келесі шеңберлерді осылай дайындап қоямыз. Барлығы 6 корж шықты. Торттың кремін әзірлейміз. 100 грамм қант салып, 10 секунд 10-ші жылдамдықта ұсақтап аламыз. Бабочка насадкасын қондырамыз. Майлылығы 20%-дан жоғары қаймақ алған жөн. 500 грамм қаймақ саламыз. Жеті секунд 3-ші жылдамдықта араластырамыз. Крем дайын болды, енді тортты жинаймыз. Әр коржға жобамен 3-4 қасық крем жағылады. Бұл тортқа пломбир кремін жасасаңыз да болады. Бұл медовик тортының базалық рецепті. 200 жыл бұрын дәл осы қарапайым рецептпен ең алғаш рет 1-ші Александр императорына ұсынылған екен. 5 коржға крем жағылғаннан кейін соңғы коржды 10 секунд 10-ші жылдамдықта ұсақтап аламыз. Шыққан ұнтақпен торттың үстін жандарын түгел сеуіп шығамыз. Медовик тортымыз дайын болды. Тез әрі оңай жасалады. Кез келген әйелдің қолынан келеді деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шайыңыз тәтті болсын.